Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Кел қайталайық». Сабақтың мақсаты тағам және сусын туралы таныс сөздердің күнделікті жағдаяттарда қолданылуын қорытындылау. Сен не аласың? Мен қант аламын. Айран аламын. Май аламын. Сүт аламын. Кәмпит аламын. Нан аламын. Жұмыртқа аламын. Қайталаймыз. Қант, айран, май, сүт, кәмпит, нан, жұмыртқа аламын. Сен аласың, мен аламын. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Мен таңертең, утром, сүт ішемін, пью молоко, ботқа жеймін, ем кашу. Мен таңертең сүт ішемін, ботқа жеймін. Мен таңертең ішемін, мен таңертең жеймін. Ішемін, пью, жеймін, ем, кушаю. Мен таңертең сүт ішемін, нан жеймін. Мен таңертең шырын ішемін, ботқа жеймін. Сен су ішесің бе? Иә, ішемін. Жоқ, ішпеймін. Сен шай ішесің бе? Иә, ішемін. Жоқ, ішпеймін. Сен айран ішесің бе? Жоқ, ішпеймін. Шырын ішемін. Сен не ішесің? Сен не жейсің? Что ты пьешь? Что ты кушаешь? Сен не ішесің? Сен не жейсің? Мен шырын, сүт, айран, су ішемін. Мен нан, ботқа, жүзім, кәмпит, балмұздақ, алмұрт жеймін. Мен салат жасаймын. Маған қияр, орамжапырақ, қызанақ, пияз, сәбіз, картоп керек. Саған не керек? Маған пияз, орамжапырақ, сәбіз, қызанақ, қияр керек. Мен салат жасаймын. Балмұздақ. Балмұздақ қандай болады? Қандай? Балмұздақ дәмді. Балмұздақ тәтті. Балмұздақ суық. Қайталаймыз. Балмұздақ суық. Балмұздақ дәмді. Балмұздақ тәтті.